Маған осы стримнен қаншама адам хабарласады, бірақ мен бір өнім, екі өнім ал деп айтпаймын. Ондайды бергім де келмейді. Өйткені ағзаны толық тазалау үшін бізге протокол керек. Протоколды ұсынамын. Сол ұсынған адамдарымнан қаншама іштен паразит шығып жатыр. 90% аурудың бәрі паразиттен екенін міне біліп жатырмыз. Сол кезде мысалы Әмина апамнан лента тәріздес 2 ай өтті ғой деймін. Лента тәріздес 2 метр или 3 метрлік құрт шықты. Сол қалай құрт шықты, қалай песогі түсті, қалай тасы түсті, ол кісі есін жиды. Ал қазір Айжан деген қызымызда мына қап-қара үлкен, өте ұзын дейді. Сондай үлкен қалың құрт түсті ішінен. Өте қиын жағдаймен түсті. Кіндік деген бұрап, астына тартып, сондай жағдайда мен ол қызға айттым, тездетіп клизма бірдеңе жасап жібер деп. Бірақ та ол кісі қалада болып, сол барған кезде сол құртын көрген, түскенін көрген, соны бір мықты адамға көрсетсе, құрттардың да аталығы болады деп айтқан екен. Соны қалай түсті, ол кісінің ойлып қалған шаштары шыға бастады. Қазір тікірейіп жүреді, невидикамен басып қояды оны. Сосын ол кісінің 7 жыл ұйықтамаған ұйқысы түзелді. Ең кереметтілігі. Бетінде қара дағы болған. Миллион кетірдім осы қара даққа дейді ғой. Не бір кремді алдым дейді. Қалай осы бір протокол аденді ішті, ішкі ағзасының бәрі тазарғаннан кейін беттің бәрі тазарды. Бұл деген енді керемет нәрсе дүние.